Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Қызыл қағаз YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода әлемге әйгілі футбол жұлдыздары бұрын кім болғанын білгің келе ме? Бірі даяшы, бірі құрылысшы, тіпті бірі түрмеде отырған. Бұл видеода біз футболшылар футболшы болмас бұрын қандай мамандық иесі болғанын айтып береміз. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кет. Ендеше қызықты әрі таңғаларлық фактілерге дайын бол. Лука Модрич қашқын отбасынан шыққан шопан. Хорватия капитаны Лука Модрич кішкентай кезінде таулы аймақта қой бағып өскен. Югослав соғысы кезінде отбасысы босқын болып, қиын жағдайда өмір сүрген. Бірақ сол қиындықтар оны берік, төзімді етіп өсірді. Бүгінде ол алтын доп иегері. Джейми Варди заводта жұмыс істеген. Ағылшын футболшысы Джейми Варди кәсіби футболға кеш келді. 20 жасында зауытта жұмыс істеп жүрген. Ол кезде бір күнде 12 сағаттық ауыр жұмыс істеп, кешке әуесқой футбол ойнайтын. Бүгінде ол премьер-лиганың чемпионы, Лестермен бірге ертегі жазған адам. Карлос Тевес қылмыскерлер ортасында өскен. Аргентиналық Тевес Буэнос-Айрестің ең қауіпті ауданы Фуэрте-Апаче ауданында өскен. Ол жерде есірткі, қылмыс пен бандиттер күнделікті өмірдің бір бөлігі еді. Жас кезінде қылмыскер болудың сәл алдында тұрған. Бірақ футбол оны басқа жолға бұрды. Эдисон Кавани балық аулап, егін салған уругвайлық шабуылшы Эдисон Кавани ауылда балық аулап, егін жинауға көмектескен. Оның отбасы қарапайым еңбек адамдары болған. Ол үшін футбол тек спорт емес, өмір сүру жолы еді. Бүгінде ол әлемнің үздік шабуылшыларының бірі. Франческо Тотти кино жұлдызы болғысы келген. Рим аңызы Тотти бала кезінде актер болуды армандаған. Бірақ футбол оның өмірінің шынайы махаббатына айналды. Ол бүкіл мансабын бір ғана клуб Ромаға арнады. Альфонсо Дейвис босқындар лагерінен Баварияға. Канадалық футболшы Альфонсо Дейвис Либериядағы соғыстан қашқан босқын отбасынан шыққан. Кішкентай кезінде Канадаға көшіп, футбол ойнау арқылы кедейліктен шыққан. Бүгінде ол Баварияда жарқырап жүр. Рио Фердинанд балетке қатысқан. Дұрыс естідің. Англия аңызы Рио Фердинанд жас кезінде балетке қатысқан. Сахнада өнер көрсетуді ұнатқан. Бірақ футбол оның шынайы жолы болды. Каспер Шмейхель бояушы болған. Әкесінің атына қарамастан Каспер өз еңбегімен көтерілген. Ол Англияда оқып жүргенде қосымша ақша табу үшін үй сұрлаушы, бояушы болып жұмыс істеген. Енді ол премьер-лиганы жеңіп алған қақпашы. Андрей Аршавин киім дизайнері болғысы келген. Ресейлік футболшы Аршавин бала кезінде сән саласына қызығып, дизайнер болуды армандаған. Тіпті университетте сән дизайны бойынша білім алған. Бірақ футбол оған басқа жол дайындап қойған еді. Арсенал жанкүйерлерінің сүйіктісіне айналды. Дженнаро Гаттузо нағыз жұмысшының баласы. Италиялық қатал жартылай қорғаушы Гаттузоның балалық шағы оңай болмады. Әкесі дәнекерлеуші, анасы аспаз болған. Ол да біраз уақыт дәнекерлеуші болып істеген. Сол еңбек оған футбол алаңында да тас сияқты берік болуға көмектесті. Мирослав Клозе, сантехник. Германияның әйгілі шабуылшысы, Клозе футболдан бұрын сантехник болып жұмыс істеген. Оның еңбекқорлығы алаңда да байқалды. Ол әлем чемпионаттары тарихындағы ең үздік гол соғушы болды. Хуан Куадрадо көшеде аяқ киім сүртіп ақша тапқан. Колумбиялық Куадрадо кішкентай кезінде көшеде аяқ киім сүртіп тиын тауып күн көрген. Ол өмірдің қиын жолынан өтіп, үлкен жетістікке жеткендердің бірі. Қазір ол Ювентус пен Колумбия құрамасының басты ойыншысы. Виктор Моузес жетім балайы. Нигериялық Моузес 11 жасында ата-анасынан айырылып, Англияға босқын ретінде келген. Жетімханаларда өскен. Бірақ футбол оның өмірін түбегейлі өзгертті. Челсидің негізгі құрамына дейін көтеріліп, бірнеше кубок жеңіп алды. Бұл футболшылар жай ғана спорт жұлдыздары емес. Олар өмірдің кез келген қиындығынан өтіп, армандарын шындыққа айналдырған тұлғалар. Мүмкін сен де қазір қиын күндер кешіп жүрген шығарсың. Бірақ есіңде болсын, үлкен жетістік кішкентай қадамдардан басталады. Келесі шығарылымда кім туралы айтқанымызды қалайсың? Қай футболшының тарихы саған мотивация берді? Пікір қалдыр.
лайк бас, арнаға жазылып қой. Келесі кездескенше сау болыңыздар.